Қара нанның пайдасы мен зияны. Бір бөлке қара нанның ақ нанға қарағанда пайдалы екені рас па? Жалпы нан тезірек тойуға және ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі, сондықтан одан бас тартпау керек. Жалпы егер сізде артық салмағыңызбен күресетін болсаңыз, оның ұлғайғанын қаламасаңыз, нанға шектеу қойған жөн. Нан айтарлықтай құнарлы тағам, бастысы оны жұмсақ сұрыпты ұннан жасайды. Өз кезегінде ол жылдам глюкозаға айналады, нанның гликемия индексі жоғары, сондықтан қандағы қант мөлшерінің артуына, артық салмақ қосуға және де бауырда май жиналуына ықпал етеді. Демек, нан жеуге болмай ма? Иә, семіздіктен зардап шегетіндерге бас тартқан жөн, ал өзгелеріне нанның негізгі тағамды толықтырушы деп қабылдағанымен, негізгі асқа қарағанда нанның құрамында калория мен жеңіл көмірсулар көбірек екенін естен шығармаған жөн. Әр нәрсенің белгілі бір мөлшері бар. Бір тілім нанның салдарынан калорияның тәуліктік нормадан аздап асуы айлар мен жылдардан кейін артық салмаққа алып келіп, екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу қатерін арттырады. Ақ нанға қарағанда қара нан пайдалырақ. Екі нанның құрамы көмірсулардың мөлшері мен құнарлылығы бойынша бір-бірінен айырмашылығы аз. Қант диабетіне шалдыққанда ақ нанды қара түріне алмастыруға болады деген сөздерде аңыз болып табылады. Олардың арасындағы жалғыз айырмашылық қара нандағы көмірсулардың көзі қара бидай ұны, ол қышқылырақ, сондықтан асқазан сөлінің өңешке түсуінен зардап шегетіндерде аурудың асқынуын тудырады. Нанның глютенсіз түрін жеген дұрыс, себебі глютен өте зиян. Шындығында, яғни глютенсіз нан бұл күріш немесе жүгері ұнынан жасалған нан. Жүгері ұнынан жасалған жұқа нан әлемдегі көптеген халықтардың асханасының ажырамас бір бөлшегі. Олар өте дәмді, алайда медицина тұрғысынан қарағанда оның кәдімгі ақ немесе қара наннан айырмашылығы жоқ. Бір ғана айырмашылығы олардың құрамында глютен, яғни кей адамдарда ішектің қабынуын тудыратын ақуыз жоқ. Әрине, нанның зияны көп сияқты болып көрінуі мүмкін, алайда оның дұрыс пайдалануды қажет ететін аспаздық құрал сияқты екенін түсіну керек. Кез келген тағамды көп жеудің өз қатері бар. Сондықтан мөлшерін біліп жеу керек. Ас атасы саналатын нан кез келген үйдің дастарханына міндетті түрде қойылады. Егер оны көп жеудің зияны қандай екенін білсеңіз, қиындықтар болмайтыны анық. Достар, егерде ақпарат пайдалы болатын болса, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.